Баршаңызға қайырлы күн, кіріп келген қасиетті Рамазан айы баршамыз үшін берекелі болсын. Бүгін мен сіздерге керемет лайфхакпен бөліспекшімін. Ыдыс-аяғымыздың сырты май қатып оны сіздер кетіре алмай жүрген болсаңыздар, керемет әдіс, яғни майын ағызып түсіретін болады. Міндетті түрде осыны жасап көріңіздер. Ол үшін біздерге фейри қажет болады. Кез келген ыдыс-аяқ жуатын құрылғы, сосын сіздерге тіс жуатын паста қажет болады, және де ас содасы қажет болады. Барлығын көз мөлшерімен салсаңыздар болады, немесе үлкен ас қасықпен өлшеп салсаңыздар да болады. Үш массаны осылай жақсылап бір араластырып алғаннан кейін, жаңағы май қатып қалған ыдыс-аяқтарыңызға щетканың көмегімен немесе губканың көмегімен жағып шығасыздар. Енді мен қазір шайнегімнің сыртына жағып жатырмын, осы щетканың көмегімен. Ал сіздер кез келген жаңағыдай май қатып қалған ыдыс-аяқтарыңызға жақсаңыздар болады. Міне дәл осылай құрғақ ыдысымызға тегістеп жағып шығамыз, сосын 20 минутқа қалдырамыз. Ал енді мен сковородкамның астына, сосын жамбасына майлар қатқан, енді сол жерлеріне жағып шығамын. Бүкіліне осылай тегізіп шығамыз, сосын дәл осы жағып болғаннан кейін ешқандай да жуып тастамаймыз, 20 минутқа қалдырып қоямыз. Міне дәл осылай май қатып қалған жерлеріне осы щетканың көмегімен жақсылап тигізіп жағып қоямыз. Жағып болғаннан кейін 20 минутқа қойып қоямыз. Міне енді менде 20 минуттан аса тұрды. Енді жаңағы жуатын губкамызды осылай бір аздап сулап жіберіп, осы шайнегіміздің сыртын жуып жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай майын прям ағызып түсіріп жатыр. Ешқандай да ауыр күш қолданып жатқан жоқпын. Бір осылай жайып жуып шығып жатырмын. Керемет әдіс, міндетті түрде сіздер де қолданып көріңіздер. Осылай майлы ыдыстарыңызға жағып қойсаңыздар, керемет лайфхак, сіздер де міндетті түрде осылай жасаңыздар. Міне шайнегім тап-таза әдемі болып шықты. Міндетті түрде дәл осы лайфхакты сіздер де қолданып көріңіздер, өкінбейсіздер. Керемет әдіс, үйдегі бар заттан жасалады. Енді жақсылап құр ақ суға осылай іші сыртын жақсылап жуып шығамыз. Ал енді сковородкамды жуып жатырмын, керемет болып жатыр. Майын кәдімгідей жуып, тазартып жатыр. Міндетті түрде дәл осы әдіспен сіздер жуып көріңіздер, өкінбейсіздер. Үйдегі бар заттан ғана жасалынады. Қарап тұрсаңыздар, шетіндегі майларын әдемі кетіріп жатыр. Осындай арасына кіріп қалған майларды щетканың көмегімен осылай бір ысып жіберсеңіздер болады. Себебі ішіне жаңағыдай губка кіре алмағандықтан, жуып тазарта алмағандықтан осы щетканы тісі кіреді ғой, сондықтан осы майлы жерлерін осы щетканың көмегімен де кетірсеңіздер болады. Ал сковородкам тап-таза болды, майы кетті. Енді дәл осылай сіздер де жасап көрулеріңізге кеңес беремін, өкінбейсіздер. Өте әдемі, тап-таза болып шықты. Ал нәтижесін көріп тұрсыздар, жалтырап әдемі болып шықты. Екі посуданы да керемет, сіздер де қолданып көріңіздер. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.